Мен 3 жыл бұрын міне осы үйде ұтып алған үй осы міне пәтер мына жерде. Қазір міне менде мына ванной кілті бар. Қазір шыны көріп көрейік. Енді қазір кіре алмайсыз иә мұнда? Қазір міне кіре алмайтынбыз міне. Үйдің жағдайы осы, замок салып тастапты да. Үй өздерінікі болса, ана берген адамдың бәрін шақыру керек еді. Солардың көзінше өздері берді ғой. Кілтті мен мына жерде міне. Мына жерде улап-шулап сол кезде бәрі келді. Кілтті осы жерде берген. Осы жерде табыстап, осы жерде табыстап берген кілтті. Кілтті маған жаңағы өзі Көгілбай Қалдыбекович па қалай еді Шүкенов кісі. Сол бәрі таниды. Сол кісі өздері берді. Қазір мына жерде ванна тұр, туалеті бар, не жилой қылып жүрдік те жасалған. А потом уже кейін этот бұл не жилое помещение деп айтты да уже. Участковыйлар тұруға құқыларың жоқ деп. Потом сол кезде міне енді міне бала шағаға басымызды құрып тұрып жатқанда пришлось выселяться. Мен аты жөнім Мамырбаев Болатбек. Мен осы Аманат компанияның астында жаңа Асыл адам благотворительный фонд не 1 наурызға қарсы 2020 жылы 1 наурызға алғыс күніне орай не ұйымдастырады конкурс акция. Сол конкурс акция организовать етіп благотворительный фонд Асыл адам. Благотворительный концерт болады, және сол кезде бұлар садақа ретінде 1000 теңгеге кім сертификат сатып алады, соның розыгрышқа қояды да, кім соны ұтып алса, сол бір бөлмелі пәтердің иесі болады деп. Жаңағы организовать етеді. Сонда мен бұлардың офисынан бір билет сатып алдым. Именно үлкен Қонаева көшесіндегі Казмедиа да ұйымдастырады бұлар, солардың үлкен большой концертный залында. Сол концерт, Казмедиада 2 билетімнен бір билетім ұтысты болып түседі. Міне сол сертификаттың несі номері корешок. Бір бөлмелі пәтер ұтып алдыңыз сол кезде. Бір бөлмелі пәтер ұтып алды деп жариялайды. Сол күні бұлар кешке барып пәтердің кілтін береді. Сол күні кешке кілтін беріп, ой, құтты болсын деп. Бірақ сол күні кешке бұлар не ұйымдастырады еще айтады. Және кешкі ас болады, және көздерінің вечерний нелері, және несі. Сонда маған жәнегі берген пәтердің негізі иесі жәнегі Аманат қомдағы представителі Маржан Рахимбаевна кісі екен. Сонда сол Маржан Рахимбаевна и благотворительный фондтың сол кездегі жәнегі президенті ма Баян Боранбаевна деген кісі болған. Сол Баян Боранбаевна мен Маржан Рахимбаевна екеуі өздері келіп маған ой, құтты болсын, енді мына документіңіз 3 айда немесе 6 айдан кейін аласыз деді. Содан 3 ай өтеді, 6 ай өтеді, документ жоқ. Гүлмир айтады, мы будем оформлять это, и ответный ертеңгісін жазып жіберіпті. У нас сделка не состоялась деп. Сол күні 2020 жылғы, потом 21 жылы бұларда сделка состояться етпей қалады. Енді мен кімге, және Көгілбай Қалдыбековичке айтқам, сіздер сперва должны оформить на себя. Енді оларда бір-бірін акт передачи болу керек. Потом оформлять на меня, если былай нетсе. Оған бірақ ана кісі айтыпты, мен прямой бұл балаға өзім оформлять етем деген ғой. Маржан Рахимбаевна деген кісі. Ну, каким-то образом сол кезде сделкалар состояться етпей қалды. Бұл кісі нетпеді. И сол күні вместо того, чтобы оформлять нетуге, бір қызығы бұл кісі ана үйге жібереді экологический полиция деп. Сол жақтаған участковый емес, енді экологический соларды қойдым тоже. Неше рет жіберді үйіңізге полиция? Сразу сол кездерде жіберген екен де, мен соны түсінбей қалдым, мен үй жақтан звондап жатыр да, осылайға бізді тексерді. И что это не жилое помещение, вы не имеете права жить депті. Ұйымдастырған не? Это незаконный деп не деді. Енді незаконный болса, мысалы, мен ойлаймын да, Көңілбайдың да бас екеуіміз шығар. Бұл кісі 2019-да да пәтер берген екен, ана Марина Максименко деген, жәнегі тоже осындай сертификатпен ұтып алған. Ол кісіге, ол қызға да пәтер беріпті. Келесі жылы енді мен түскенмін, мен жағдайым осылай болды. Кейіннен мына кіммен решать ет деді ғой.
Осы жаққа Көнбай Қалбеков енді біз ақшасын бәрін бердік, мына Маржан Рахимбаевнамен решать етесің деді. Маржан Рахимбаевна кімге? Аманатқомға сырғытты. Жарайды деп Алматыға бардым. Алматыда Аманатқомның офисын тауып алып, оларға нетсем, олар мыналарға сырғытады. Біз ештеңе білмейміз, бұл осылар разбираться ету керек. Қайда баратыныңызды білмей жүрсіз? Мен білмеймін, міне Бермудский треугольникте жүрмін ғой, міне былай. Анда барам, аналар білмейді, мында барсам, міне бүйтіп ортада қалып қалдым. Что хочу поздороваться? Жарайды, жақсы досам. Ну, позвоните Маржану, я не знаю. Ага. Хорошо. Сол, Досан деген бала. Сол үйді бергенде бізге берді. Соны Досандарға берген. Барлығы бір күнде болды. Бір күнде болды ғой, қазір медиада мероприятие. Сол. Ол кісілер құжатын барлығын алды. Енді ол жағын білмеймін, алдында алған жоқпыз деген. Енді бірақ мына кісінің тетікісі бар. Теткісіңіз алдында хабарласқан мен бір звондап. Сонда бұл кісілерге беріпті құжат. Оларға берілген. Сізге берілген жоқ? Маған берілген жоқ. Менікі спорный болып қалды бұлардың. Енді ол өз араларында не спорный, мен оны түсінбеймін. Ну, бірақ фактында ожидать етіп үміттеніп, бір жыл күттік, 2 жыл күттік. Бірақ ол кісі жәнегі сообщениесінде айтады, менің күнәм жоқ деп Маржан Рахимбаевна, бұл аманат. Хом, жәнегі асыл адам болса екеуін не дейді да, шағымданып осы екеулерін. Енді потом мен айтамын да, енді олар виноват болса, онда сіздердің нелеріңіз бар. Какой-то конфликт интересов здесь нетіп қалған да. Понимаете? Что за конфликт интересов, не знаю, непонятно.